Баршаңызға сәлем. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта осындай жұмсақ әдемі балдардың сүйікті ойыншығын тоқып үйренеміз. Қараңыздар. Бойы 31 сантиметр, құлағымен бірге есептегенде. Осындай жұмсақ Пикачу тоқимыз. Бізге осындай сары жіп және қара жіп керек. Плюшка деп аталады. Қызыл жіп бетіне, мынадай қара жіп, детская новинка. Аузын тігуге, қол аяқтарын тігуге. Ыстық клей, қайшы және ине жіп керек. Және крючоктар 4 мм және 2,25. Мынау Пикачудың басы, денесі, қолдарын тоқимыз. Мынаумен 2,25-пен бетін тоқимыз. Және осындай екі көз қажет. Мен екі көзіне осындай түйме пайдаланамын. Қараңыздар. Үлкен емес, өте кішкентай емес, орташа размердегі. Ал олай болса жұмысымызға кірісейік. Ең алдымен аяқ қолдарын тоқимыз. Не қараңыздар, мен бір-бірден мынау аяғы, мынау қолы және мынау құйрығы тоқып қойдым. Қазір сіздерге екіншісін тоқып көрсетемін. Бірінші аяғын тоқимыз. Осындай сақина жасап, мына жерінен қатты ұстап тұрамыз. Күрчегімізді ортасына салып, жұмыс жібін сұқ саусағымызға ілдіреміз. Жұмыс жібін күрчегімізге ілдіріп, өзімізге қарай тартып шығарамыз. 1, 2. Кішкентай жібін кішкене тартайық. Енді осы сақинаны айналдырып, 6 столбик без накида тоқимыз. Қараңыздар. 1. Мына жаңа бізде бірінші тоқығанымыз саналмайды. Бірінші столбик. 2, 3, 4, 5, 6. Не осындай шеңбер шығу керек. Енді бірінші қатардан бастап добавка жасаймыз. Әр қатарға добавка жасап шығамыз. Не қараңыздар, 6 петляға 12 рет столбик тоқимыз. Бір петлядан 2 столбик тоқып шығарамыз. Бір, екі. Екінші петля. 1, бізде 12 петля шығу керек. Қазір санап шығайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Не қатарымыз аяқталды. Ортасы ашық қалмас үшін теріс бетіне кішкентай жібін ілдіріп қоямыз осылай. Енді осыдан жоғарға қарай ешқандай добавка жасамай 5 қатар тоқимыз. Қатардың, неге қараңыздар, қатардың аяқталған жерінен осылай маркер қойып қоямыз. Қай жерден қатар басталып аяқталғанын білу үшін. Енді жоғарға қарай 5 қатар тоқимыз. Ешқандай добавкасыз. 12 столбик. 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 biz qator to'qidik. Endi jibimizni qiyamiz. Endi ishni sinteponмен to'ldiramiz. Endi mana ikki oyog'ini tigamiz sizlar. Meni qarangizlar, o'sylay bo'lib chiqadi ikki oyog'i. Endi ikkinchi qo'lni to'qiymiz. Saqina жасап alamız осындай. Altı stolbik bez nakida to'qiymiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Markerimizni qo'yib qo'yaylik. Qatarimizni bastalgan yeri mana bizning birinchi petlyamiz. Birinchi petlaga добавка жасаймыз. Tek bir petlaga добавка жасаймыз qo'lda. Qarangizlar. Qarangizlar, endi 7 stolbik to'qiymiz. Aylantirib 5 qator 7 stolbik to'qiymiz. Mana o'sylay. Endi qiyamiz.
Енді мына құйрығын тоқимыз, қараңыздар. Құйрығынан да осылай екеу тоқисыздар. 11 воздушный петля тереміз. Қараңыздар. Bir, екі, үш, төрт, бес, 11. Жоғарыға қарай 4 қатар тоқимыз. Bir, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, 10. Енді міне келесі қатарға өту үшін бір воздушный петля тоқып, тоқымамызды теріс айналдырып, қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Енді 5 столбик тоқимыз мына жерге дейін. Қараңыздар, қатардың аяғына дейін емес, мына ортасына дейін 5 столбик тоқимыз осы жерден. 1, 2, 3, 4, 5 қатар тоқыдық. Енді осылай. 1, 2, 3, 4, 5. Қараңыздар. Енді ары қарай 5 воздушный петля тоқимыз. Қараңыз. 1, 2, 3, 4, 5. Міне қараңыздар, осылай болып шығады. 5 воздушный петля тоқ болғаннан кейін енді ары қарай 4 қатар жоғарыға қарай тоқимыз. 9 столбиктен бірінші столбик міне 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Міне келесі қатарға өту үшін бір воздушный петля тоқып, тоқымамызды айналдырып, осылай екінші қатарға көшеміз. Осылай 4 қатар тоқимыз.
Міне қараңыздар, 4 қатарымыз аяқталды. Ең соңында осылай 2 жіп тұру керек крючокта. Енді қара жібімізді крючогымызға ілдіріп, өзімізге қарай тартып шығарамыз. Бір воздушный петля тоқып, тоқымамызды айналдырып, келесі қатар тоқимыз. 5 столбик тоқимыз. 1 2 3 4 5. Қараңыздар, бірінші қатар тоқыдық, енді 3 қатар тоқимыз. Бір воздушный петля тоқып, келесі қатарға өтеміз. Жалпы 4 қатар тоқимыз. 5 столбиктан 4 қатар тоқимыз. Міне қатарымыз аяқталды. Енді жібімізді қоямыз. Осылай сары жібіміз бен қара жібімізді жақсылап байлаймыз бір-біріне, шығып кетпес үшін. Міне бізде 2 құйрығы дайын, осылай болып шығу керек. Енді екеуін қосып бір-біріне шеттерін тоқып, ішіне синтепон толтырамыз. Қараңыздар, ең алдымен екеуін бірдей етіп қосып аламыз. Астынан үстіне қарай тоқимыз. Сары жіптен бастап тоқимыз. Қараңыздар, осылай крючогымызды ортасына салып, екеуінен бірдей өткізіп, жұмыс жібін крючогымызға ілдіріп, өзімізге қарай тартып шығарамыз. Столбик жасап, тоқимыз үстіне қарай. Қараңыздар, осылай. Мынау бірінші столбик. Осылай жалғастырып тоқи бересіздер. Екінші столбик. Үшінші. Қараңыздар, енді мынандай бұрышына келгенде добавка жасаймыз. Бір петлядан 2 рет тоқимыз. Бұрышы шығу үшін осылай әр бұрышында добавка жасап отырамыз. Сыртқа қарап тұрған бұрыштарына добавка жасаймыз. Ішке қарап тұрған бұрыштарына крючогымызда тұрған ілмектен жұмыс жібімізді тура өткізіп шығарамыз. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Ішке қарап тұрған бұрышына келгенде қалай жасау керек екенін сонда көрсетемін. Осылай жалғастырып тоқи бересіздер. Не қараңыздар, ішкі бұрышына келдік. Осылай ілдіріп алып, жұмыс жібімізді петлямыздың ортасынан шығарамыз, тартып қараңыздар. Не, осылай крючогымызда 2 жіп болады, столбик жасамаймыз. Жұмыс жібін петлядан тура осылай өткіземіз. Не қараңыздар, сонда бізде ішкі бұрышы болады. Енді ары қарай жалғастырып тоқисыздар. Сыртқы бұрышына келгенде добавка жасайсыздар. Ішкі бұрышында осылай жұмыс жібін
крючоктағы петлядан тура өткізесіздер. Қараңыздар, сыртқы бұрышына келдік. Бір петляға 2 столбик тоқимыз. Қараңыздар, добавка жасаймыз, яғни. Сонда бізде осындай бұрыш пайда болады. Қараңыздар, міне. Осы бұрыштарында добавка жасаймыз. Ішкі бұрышында болса, жұмыс жібін крючоктағы петлядан тура өткізіп шығарамыз. Ары қарай жалғастырып тоқимыз. Міне қараңыздар, ішкі бұрышына келдік, және бір рет көрсетейін. Осылай жұмыс жібін ілдіріп, крючоктағы петлядан тура өткіземіз. Қараңыздар. Енді ары қарай жалғастырып тоқимыз. Столбик жасап тоқимыз. Міне қараңыздар, мына бұрышына добавка жасаймыз. 1, 2 добавка жасадық. Міне бізде 7 сыртқа қарап тұрған бұрышы бар. Осы 7 бұрышына добавка жасаймыз. Қалған 3 ішке қарап тұрған бұрышына жұмыс жібімізді крючогымыздағы петлядан тура тартып шығарамыз. Сары жібімізді аяқтамастан бұрын құйрығын ішін синтепонға толтырамыз, жақсылап. Қараңыздар. Осылай ішін синтепонмен толтырғаннан кейін, қараңыздар, үлкен иненің көмегімен синтепондарды бұрыштарына қарай жылжытамыз. Енді ары қарай сары жібіміздің жұмысын жалғастырамыз. Қараңыздар, қара жіпке дейін тоқып, сары жібімізді қиямыз. Қараңыздар, сары жібіміздің жұмысы аяқталды. Енді қара жібімізге өтеміз. Қара жіпке өту үшін крючокта 2 сары жіп тұру керек. Осылай ең соңында қара жіпті осылай крючогымызға ілдіріп, 2 сары жіптің ортасынан тартып шығарамыз. Сары жіп пен қара жіптің 2 ұшын байлаймыз, осылай қатты шығып кетпес үшін. Осылай байланған 2 ұшын ішке жіберіп, ары қарай тоқимыз. Осылай және астын синтепонмен толтырамыз.
міне бізде қара жіптің жұмысы аяқталды. Енді қиямыз. Екі жіптің ұшын осылай бір-біріне қатты байлаймыз. Крючокпен тартып, ішке кіргіземіз. Міне бізде құйрығы дайын. Енді аяқ қолдарын тігеміз. Міне бірінші аяғы дайын, екінші аяғында тура осылай тігеміз. Енді қолын тігеміз. Міне қараңыздар, екі аяғы және екі қолы дайын. Келесі сабақта басын және денесін тоқып үйренеміз.